Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін атақты жігіттердің 3-ші сериясы, яғни соңы. Егер 2-ші сезонын күткілеріңіз келсе, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Біз кеттік. Сонымен кететін болдың ба? Иә, мен бұл жұмыстан шаршадым. Айтпақшы, бүгін соңғы күн ғой, соңғы күнде осы жігіттермен қоштасып кетсеңші. Жоқ, мен тез үйіме қайтуым керекпін. Кейінгі қыздар келсе жақсы болушы еді. Бірақ білесің ба, алдыңғы жылы ұлдар келіп, сол ұлдармен ұрсып қалып едім ғой. Иә, білем, есімде. Бірақ біз ол кезде 3 қыз болдық, бәрін тез тындырып жүрдік қой. Енді 3 қыз болып көмекші болған бір түрлі. 2 или 1 болған жақсырақ. Қош бол, енді мен кеттім. Жарайды, енді сау бол. Иә, мен кеттім. Сау бол, көрсеміз ғой келесі жылы. Өзімнің жанымдағы жан подругам кетті, өкінішке орай. Мен ол подругамсыз қалай өмір сүреді екем. Так, жігіттерді оятатын кез келді. Жігіттер, заттарын жинаңдар, бүгін кетеміз. Бүгін кешке кетпейміз бе? Айдана қайда? Өкінішке орай, ол шаршадым деп кетіп қалды. Ой, ол өте қызық қыз еді ғой. Иә, қойшы, шын ба не кетіп қалды ма? Ё-майо. Иә, енді кетіп қалды. Бүгін итак кешке қарай бәріміз кетеміз. Сендер келесі жолы осы жақта боласыңдар ма? Иә. Ё-майо. Жарайды. Бүгін біз заттарымызды жинаймыз ба не? Иә, бүгін соңғы күн. Біз бекер 3-ақ күнге жазылдық. Білесің ба, бұрынғылар олар 2 айға жазылған болатын. Біз де жазыла салуымыз керек еді. Келесі жылы келіп тұрыңдар енді. Мен келесі жылы жаққа тағы да берем. Жарайды, қазір тамақтарын істеп берем. Жігіттер, мен сендерді сағынамын. Өткен сендерге бауыр басып қалдым. Иә, келесі жылы давайте 4-імізде келейік. Бізден бірінші бір адамдар жазылып алса, вообще жаман. Бүгін сонда не істейміз? Бүгін мына бүкіл мебельді КамАЗға ойбай, КамАЗ нес. Үйдің иесінің машинасына тасимыз. Ё-майо, бүгін өте қайғылы күн. 3-ақ күнде сендерге қатты бауыр басып қалдым. Сендер тіпті Айданамен қоштасып та үлгермедіңдер. Иә, жарайды, тамақтарын ішіңдер. Мен олмен жан подругам еді. Так, жарайды, енді жеп алайық. Болды, көңіл күйімізді түсірмейік, иә. Бірақ бәрібір ондай болып тұрады. Бірақ мен сендерді сағынамын. Келесі жылы бәріміз келеміз деген ойдамын. Иә. Осы жылы 3-ақ күнге едік, енді 2 ай, или 1 ай, или 1 аптаға жазылмаса. Иә, ұзаққа болмадық қой. Кеттік онда, мына мебельдерді тастайтын жармыз. Иә. Ойбай, кухняны да болдық ау. Бірақ мына төсектер енді ауырлау. Иә. Мыналар. Жігіттер, сендер уже кухняны тастадыңдар ма не? Иә. Енді мынау сәл ауырлау болып тұр. Қыздар ғой. Жоқ, бізге бәрі бар ғой. Жеп-жеңіл.
Жарайды, мен отыра берейін. Қазір бәріміз заттарын жинаймыз ғой. Иә. Так, бәрін машинаға апардық. Енді мына телевизорды төртеуміз қалай көтереміз? Мына жақты да босатып тастапсыңдар. Жарайды, мен мына жерде күте тұрайын. Так, енді кететін кез келді. Иә, қазір кешке қарай бәріміз қайтамыз. Сендерді сағынамын. Иә, бәріміз бір-біріміздің номерімізді алып алдық. Күнде, ай сайын, апта сайын жоғалып кетпейік. Күніне сөйлесіп отырайық. Иә, жігіттер, мен де сендерге бауыр басып қалдым. Сендерді сағынамын мен де. Иә, мен де. Так, жігіттер, давайте онда. Мен уақытым келді. Иә, екеуміздің уақытымыз келді. Сау болыңдар, жігіттер, мен сендерді жақсы көремін. Ой. Кешір, номерді алып алсам бола ма? Иә, міне. Рахмет. Так, мен де уақытым келді, давайте. Сау бол. Иә, мен кетуім керекпін. Сау бол, енді мен де кететін уақыт келді. Бұл хаоста мен көптеген қызықтарды көрдім. Сау бол. Өзім жалғыз қалдым. Енді менің де кететін уақытым. Достар, атақты жігіттердің 3-ші сезоны, яғни соңы аяқталды. Екінші сезоны бұйырса шығады. Бірақ мен жаңадан сериал бастаймын. Өйткені атақты сериал қызықсыз болып кетті. Бірақ алдағы уақытта атақты жігіттердің 2-ші сезонын шығарамын. Егер менде көп подписчик пен көп лайк болса, сау болыңыздар.